Кеңшілік Мырзабеков, Біржан Сал, Қоянды жәрмеңкесі. Дақпырты жәрмеңкенің жетті бұрын, аралап кең өлкенің кетті қырын. Уақыт екі ғасыр өл арасы, қадаған қатар-қатар кеп құрығын. Уақыт екі ғасыр өл арасы, құбылған қас қабақтай дем арасы. Бірі ескі, алаңғасар ерке жасы, секілді екі дүние шекарасы. Уақыт екі ғасыр өл арасы, қазақтың әлі бейқам кең даласы. Жәрмеңке өтсе яки жасауылдар, әйтпесе шенді келсе ел қаласы. Сол кезде бір сілкініп бір оянып, қалады бір ойланып бел баласы. Уақыт екі ғасыр өл арасы, даудамай қаңқу толы ел арасы. Еліріп елдің бие ел ағасы, тұғыры ойлайтыны томағасы. Еңіреп, өксіп тұр дағдарып, жарлысы Жақыбайы жалаңашы. Уақыт екі ғасыр өл арасы, құбылған қас қабақтай екі арасы. Бір дәуір алдында тұр дар ағашы, бір дәуір өрмеледі өрге тасы. Қазақтың Қояндыдай жәрмеңкені көрген жоқ арғы атасы, бергі атасы. Көрген жоқ мәймөңкелеп жәрмеңкелеп, сауда істеп, тиын тауып, сәлден тілеп. Өлшетсе кемдеңкіреп, сәлдеңкіреп, көрген жоқ көмек сұрап, жәрдем тілеп. Көз сатып көрген емес және қазақ, тасынан таразының дәрмен тілеп. Алса алған дожыналап долбарымен, алса алған қадақ-қадақ салмағымен, алса алған құлаш-құлаш кезіменен, алса алған ауданымен, аумағымен, алса алған байлығымен, сесіменен, алса алған ұлпатанын ұлтанымен, алса алған босағасын көсігімен. Ал берсе үйір-үйір қосақ-қосақ, аз ғой деп үсті-үстіне асат-паспақ. Бірінен біреу асып үстемелеп, береді қанды қызыл қасап жасап. Осылайша 50 жылдан ақ патша жәрмеңкені желі қылған. Қазақтың кең даласын сол желімен жұп-жұмсақ желбезекке жемі қылған. Алмаяқ түз елінен ұрып тартып, кісендеп жәрмеңкеге кіріп тарғып, даланың бөрілерін алған матап, бөрінің құны емес пе құныққандық. Қызғанған қызыл итке таланғанын білді ме, білмеді ме талай қауым. Ту қойға тарақ сатып алғанға мәз, ту бие бір бүтіндеп жамауларын. Қайттық деп Қояндыдан жәрмеңкелеп, келгендер дес бермейтін елген телеп. Ісі жоқ алдамшы бір иіс суды, алғаны борша-борша термен төлеп. Бұл қазақ әуейел ме, әсірел ме, тым жомарт дәмімен де, асымен де, тым жұмбақ күйімен де, әнімен де, сөзге мәрт байғазысы бәсімен де. Тым жомарт, тым жомарттық, тым мәрттігі, мұрттығы емес пекен сынғақтығы. Патшағзам от шығарып біледі іштей, ұрғанда бір қаттыға бір қаттыны. Жомарт деп жомарттыққа сене бермей, жұмбақ деп жұмбаққа жол бере бермей, тым мәрт деп мінезіне көне бермей, патшағзам ұстап отыр бұл халықты, торына тары шашқан бөденедей. Қоянжым Қояндыны иісмайлап, ақ патша басқа бір іс тойлап, көпеске балалайка гармошканы саттырып құлағына күміс байлап, думан ғып, жәрмеңкені даңғаза ғып, еркіндік бергендей боп елге жағып, ішіне түзелінің кірсем дейтін, ішінен сыр ала алмас пенде жарып. Қоянжым Қояндының жәрмеңкесі, қазақтың келетін жер сал серкесі, солардың арқасында араласып жататын сахараның салқар төсі. Айырбас ауыз түйіс мал мен мүлік, қалмасын орны толмай әбден біліп, көлгірсіп көпес біткен сөзден сыңай,
іздейді шығама деп әннен бүлік. Біледі дүние жинап, дүние терген, үйірілер қасқабаққа бір көтерген, үймелер қызыл көрсе құмырсқадай, тауықтай жаңа төккен күлгі төнген, және үйір жылтыраққа, жылтылдаққа, бірінен біреу асып артылмаққа, күледі сылқ-сылқ етіп сығыр көпес, бере бер теміріңді алтын жақта. Күледі сығыр көпес сықылықтап, күледі татар тілмәш сылқ-сылқ құптап, дейтұғын сарт садағам, сарт екеш сарт, күледі майлап алған мұртын мықтап. Саудагер европалық, азиялық, арзанға түскеннен соң қазына құт, осынау дархандығы дарақ елдің қызықтап салт дәстүрін сөзін аңдып, сыр тартып суыртпақтап әр қырынан танылар талансыздық тағдырынан. О ғажап, қойдай жуас момын елдің, қайтерсің ағалмастай алғырынан, ән қандай, кең даладай көмей қандай, тойғандай ішпей жемей тоғайғандай. Осындай ән шырқаған момын елдің ішінде ашылмаған сарай бардай. Мұңы ма, махаббат па, әлде үміт пе, әлде айтқан аманат па мәңгілікке? Әйтеуір қалдырған ел қалай болсын, тарихтың бір шетінде белгі нүкте. Әр тұстан, әр қиырдан, әр тараптан келгенде сал серлер ән боратқан, манағы дүние қоңыз пенделердің қалады дымы шықпай әруақ атқан. Бұл кезде сығыр көпес сарсықсыңдап, күлмейді барлығының күлкісі сап. Бұл өзі ырду-дұрду думан демес, білгенге ілкі сабақ, ілкі сынақ. Көзге ілмей дүние мүлік байды сыбап, сөз демей билер айтқан шарғысымақ. Бөлектеу дүниеліктен, пенделіктен бұларды ойлантатын мәңгі сұрақ. Бұлар кім? Бунтарлар ма біздегі деп, ұқсастық сығыр көпес іздеді көп. Серігі ән күй екен, сезігі сол, ән күйдің айтары көп, іздері көп. Ән мен күй, мал мен дүние, талан мен бақ, қоянжым қояндыда талайдар бап, дүниеден өзі биік өнерлі де келетін дүние құлы талай заржақ. Дүние-ай, дүние деген шыр көбелек, біреуге үлде менен бүлде керек, біреуге рахат керек, мұң не керек, біреуге байлық керек, жыр не керек, біреуге патша керек, ел не керек, біреуге ханша керек, күң не керек. Бір жылы қояндыға келді бір жан, күлкісі, күрсінісі мүлде бөлек. Дүние көз алдында бір дөңгелеп, осы ойлар көкірегіне бір демдегеп, тарылып кең дүниесі бара жатқан жіберді туған халқын жырмен жебеп. Базарың құтты болсын ардақ телім, қоянды ту көтерген думан жерім. Қарқара сұлу көкше жер шоқтығы, сарарға алтын бесік асқар белім. Деп келіп қайырмасын қайран бір жан, демімен жан күйіне айналдырған, аймаққа алтын сәуле үйтқандай, дүйімелдем арасы қайран қылған. Мөлт еткен көз жасындай күміс көлін, майдескен қоңыр салқын жібек желің, оқ жетпес көкше тауды мекендеген, телғара ерке атанып өскен жерім. Деп келіп қайырмасын қайран бір жан, қайырып сағынышқа айналдырған, осында 10 сан орыс бас құлты бар, мынау ән бәрін бірдей ойландырған. Мынау ән, мынау бір үн, мынау сарын, татқызып сағыныштың шын кәусәрін, халқының көтерді бір рухымен, алдында саудагердің сынған сағын. Дүниеге, дүниелікке ділгер емес, бұл бір жан дүние қуып жүрген емес. Бір жанға дүние мүлік неге керек, күнде той жүрген жері, күнде кеңес. Бұл бір жан дүниелікке ділгер емес, дүние үшін ән айтпайды күлдік емес. Бір жандай айтылатын қайсың барсың, бір жандай бәріңде бар тілмен өңеш. Бір жандай бәріңде бар тілмен өңеш. Айналаң бір жан көрген бірде егес, бір жандай айталатын қайсың барсың, бір жан мен жүректерің бірде емес.
бір жанмен жүректерің бірдей емес, бір көсіп жүрсеңдер де біргер келес, бір жандай айтылатын қайсың барсың, шындыққа тура келсе міңгірлемес. Бұл бір жан, сондықтан да дара бір жан, жүрекке халқын қалқан пана қылған, атағы асып кетті сондықтан да, атығай, керей, уақ қарауылдан. Сол бір жан, осы бір жан, қайран бір жан, келе сап қояндыны қайран қылған, бір жанды келеді деп күтуші көп, жиналған иісі қазақ ойдан қырдан. Сол бір жан, осы бір жан, қайран бір жан, келе сап қайран қылған, ойландырған, ішінде көп болыстың күтінулі, көз алмай, көлбай жанбай қарақырдан. Сонда да сырын ашпай томағалы, келмесе кетсін дейді одан әрі, бірдеңе аламыз ба тәйір алғырдан. Біледі ел, бір жанның да мұнда барын, ел мұңын өз мұңы ғып жырлағанын, біледі ол көлбай жанбай қитұрқысын, ұмтылып Поштабайдың ұрмағанын. Осы жол көлбай жанбай қағып алып, бір жанға қолы жетсе бағы жанып, кетердей болатығын себебі бар, мал мен бақ әулетіне әрі дарып. Бұл жылдар, соңғы жылдар қояндының, көтерген тек сауда емес ноян жүгін, сауда мен саясаттың сыртын сылап, ақ патша аямай тұр аярлығын. Халықтың кіру үшін ішінен көп, табуға болғанымен не бір сұмдық, алдымен бір жансынды тентектердің аузына салу керек темір сулық. Айтқышын айтағына ергіз алса, асауын қой торға жеңгіз алса, көргіштің көріпкелдің көзін байлап, көнбістің ықпалына көнгіз алса, мінекей бірінші айла, бірінші амал, бұл айла, бұл халыққа бұрын сонар, құрықты салу керек білдірместен, жылдам ел, жылқы мінез оғын сағар. Сондықтан көлбай жанбай керек құрал, айласы іске асуға медет қылар. Буынын алу үшін бұл халықтың жіберер буын құртын демеп бұлар. Осы оймен Күлән көпес Столетов мерезі іште шіріп, іште бекіп, тағы да бір айласын іске асырып, тағы да бір мерейін үстеметіп. Халыққа шекесінен қарамаққа, өзгеден өзін биік санамаққа, бір жанды көлбай жанбай берсем атап, оны да ұпай үшін салмақ отқа. Оны да ұпай үшін уысқа ұстап, түсірмек темір торға құрыш қыспақ, біледі ол бунтарлардың бүлік тілі, қасарса қиып түсір қылышқа ұқсап. Сондықтан көлбай жанбай көсеуімен, көсейді ол қазақты өз кеселімен, бөрісін айдап салмақ бөлтірігін, салымен, серісімен, шешенімен. Күптеді көлбай жанбай күтінулі, тіккізген бір жанға деп бүтін үйді, біледі бір жан мысы жібермесін, байлыққа күшенуді, күпінуді. Сонда да байлық бұ бас егізбей, көңілге алағызған басу іздей. Өздерін алдар қатты әуейге бір, үйтіккен бар маңғал деп осы біздей. Бұл ойды сыртқа бірақ шығара алмай, тілдерін өзі тістеп шыдағандай. Жаңалған сеніміне Столетов, сенерлік бар мақпалы сынағандай. Сенерлік бар мақпалы сал серіге, заманның араласып әр шебіне, халқының ұқсайдылар өлшеміне, солардың ең бунтарын ұстау керек, егерде көнсе ыңғай, көнсебіңе. Солардың ең мықтысы көнсебіңе, көп амал керегі жоқ есебіңе. Бунтарға бір жансынды көпшік тастап, кейіннен айналдырмақ көсеуіне. Біледі Столетов кәрі сығыр, дүние бір тегершік бәрі шығыр. Алдаудың заңы сауда саясаты, айдаудың бұл халыққа заңы Сібір. Бұл үшін көлбай жанбай бір жанда бір, қайсына ісі түсі бір зау қайыр. Ұлдары отар елдің бәрі де құл, ешқашан күтпейді бұл құлдан қайыр. Сал бір жан шаршапты да шаңытыпты, сонда да келден салып жаны күпті, созады қайырмасын ардақ тел деп, ел жұртын жан жақтағы сағыныпты.
құшаққа елін жұртын сыйғыза алмай, созады бір жан даусын мұңды жандай. Мұңы ғой ел жұртына махаббаты, қанбайтын мәңгі бақи бір құмардай. Бір жан, бір жан аға, бір жан құрдас, бір жанды танмайтын бір жан болмас. Су сеуіп қанатымен қояндыға келгендей бола қалды бір қарлығаш. Сен кімсің? Атбасардан ат айдаушы. Сен кімсің? Қасапшымын һәм қайрақшы. Сен кімсің? Мен кереймін, шын кедеймін. Анаушы, ол ноғай, сырнай бақсы. Біледі, анау жалшы, анау малшы. Біледі, анау биде, анау даушы. Біледі, анау байда, әне ылаушы. Ал анау күпір көпес һәм алдаушы. Ал анау бірді бірге айдап салып, даттаушы, жала жауып жамандаушы. Қоянжым, қояндыда екі топ бар, залалсыз және соны залалдаушы. Ешкім жоқ, бірақ соны айталатын, ешкім жоқ беттен қағып қайтаратын. Көргенде осындайды сал бір жанның үн-түнсіз қалатыны байқалатын. Шеттегі бір жан түскен көзге қораш, бұл үйді бірақ қазір өзгеше нәш. Қалықтап қараш үйден ән қанаты, жоқ еді әзіл қалжың сөзді толас. Біреулерге ілесе кеп, бір жанды көріп жатыр, міне себеп. Сайраған орта жүздің дүлдүлосы, азамат, ұлақ екен үлесерек. Ағылып әрбір тұстан жаппай халық, Қарашүй жәрмеңкеге кетті айналып, қоянды ән базарға құсап тұрды, даудамай, сауда саттық тоқтай қалып. Бір жанға ай қарашпас кім есігін, сонда да Қарашүйдің иесі кім? Иесі емес бертең беу бейшарай, Көлбай мен Жанбайлардың дүресінің. Иесі орта шаруа, отты кісі, маңдай тер мехнатты ақты кісі. Бір жанның айтпай сұлу әніндегі айтпайдың жамағайын жақсы інісі. Сал бір жан сонау жылдар көп салдыртқан, адамға ақындық асқан жұрттан. Арқада аяулару айтпай сұлу, ұғысқан дос жар еді қасқабақтан. Ал мынау сонда талай ат байлаған, бал еді танып бір жан тоқтай қалған. Кешегі қимасының көзін көріп, жанары жалғыз сәтте шоқтай жанған. Ал қалқам, бүгін сенде қонағасым, іздемен ел төресін, ел ағасын. Тек рас туған жұртты сағынғаным, өзіңде білесің ғой ел арасын. Хабар бер, ел жұртыма мен келді деп, бұйырсын солармен бір адаласың. Деп бір жан Қарашүйдің төрін озып, қомданған сыпырғандай томағасын. Қарашүй айналған кез ән базарға, осында сауық көңіл сәнда жарда. Ортада орта жүздің дүлдүл отыр, әлдегім менсінбесе алда жалда. Осында қояндыға ағылған жұрт, жеткізбей дүние түлкі сабылған жұрт. Дүниенің пенделіктің құрсауынан бір сәтке босаған жұрт, арылған жұрт. Созады бір жан даусын қоңырғаздай, халқынан, ел жұртынан көңіл жазбай. Жалғанның жалынды ойнап айтады ол, қалмасын уақыт тозбай, өмір тозбай. Жалғанның жалынды ойнап отырса да, халқының мұңы толы ақыл сана. Жатқандай жүрегінде шемен болып, жібімей сел ұрса да, отырса да. Бұл кезде күйіп пісіп Көлбай Жанбай, қыстығып өз-өзінен қор болғандай. Анада хабар беріп қолқа салған, қолқасы енді міне жер болғандай. Осы жол қояндыға келсе бір жан, арнайы бізге түссін деп шақырған. Бір жанның көңілі биік, қайдан білсін, кергіген байлығына екан тұрған. Бір жанның бұл қылығын кешіре алмай, ашуы тарқамайтын өшін алмай. Даланың қанды балақ қорқаулары не шаппай, не шабалмай, не шыдамай. Іш қайнап ұрнарға амал таппай, қарайды Қарашүйге қабақ қақпай. Көтерген қояндыны өз басына, өзінен басқа мұнда адам жоқтай. Көрдің бе, мынау иттің басын қанай, түсірсек екен мұның бәсін қалай. Бейшарай өз бақытын басқа тепкен, қасиетін не құндамай, не сыйламай. Әйтпесе,
ақ ордаға алты қанат, түспей ме даяр тұрған сән салтанат, әуелі ұлықтарға көрсетпей ме қазақтың күллі өнерін келсе арқалап. Ой пәләй, маладес демейм олар, бис деп жаны шығып жебейді олар. Молырақ асатады көмейгі олар, шеншекпен бер алады беделгі олар. Ал бірақ соны білер бір жан бар ма? Бір жан ғой келе салған бұл жалғанға, шалқақтап, шатқаяқтап заманына, өзі рыза, өзіне өзі бұлданғанға. Әйтпесе қара табан көп қазаққа ән айтып түсем адам тек газапқа. Өз атын өз осылай қор қылғаны өзіне қысастық па? Жоқ мазақ па? Әуей ме, әсіре ме, әулекі ме, жүрегін ашып-шашып елге түге, білмейді жақаурату жалтақтауды, шындықты орнатардай жер бетіне. Орнатар, орнатар, ал орнатар, түп-түзу сара жолдай заң орнатар. Көреміз деді Көлбай бас жағына, өлгенде домбырасын ала жатар. Қап бәлем, деді Жанбай жанып көзі, хан дөзі, қара дөзі, халық дөзі, бұл иттің көз алдына өскен етті, сылайтын келген екен анық кезі. Сөйткенше бір жанға да хабар жетті, бұл хабар елеңдетті әлеуметті. Үйімде қояндының игілері күтеміз, бәлкім бір жан келер депті. Ішінде қара шүйдің күлді бір жан, күлді де бір күрсініп тынды бір жан. Мен сонда ұлы қыз деп келіппін бе? Ішіне қаны қатып тұрды бір жан. Мен сонда қояндыға ұлы қыз деп келдім бе? Сауда саттық пұлын іздеп, саудагер көпестердің құнын іздеп, жымысқы қулықтардың жымын іздеп, жылымдай сұмдықтардың сырын іздеп, соларға қызмет ете келіппін бе? Әлде мен шен-шекпенге еліктім бе? Әлде мен бақ байлыққа қызығып бем? Өзімді ел жұртымнан бөліппін бе? Өзімді ел жұртымнан бөлдім бе мен? Бөлуге, бөлшектеуге көндім бе мен? Кеудемде бір мысқалдай мұңым бар ма? Еңіріп елге айтпаған, ел білмеген. Халықтың жаралған жан зар мұңынан, зар мұңын бағалайды барлығынан. Бір жанға бақыт байлық неге керек халқының ажыраса тағдырынан? Ендеше сол бір жанды ел халқынан еш бір жан бөле алмайды бұл қалпынан. Бір жан да қарсы хабар жөнелттенді, жіберер емес мынау туған тумам. Түскенде илеуіне құмырсқаның, туғанын тапқан екен туысқанын, деді де Көлбай Жанбай тартты ішіне қанының қатып қалған бір мысқалын. Кеш батты, іңір түсті қоңыр салқын, қалың жұрт қояндыда емен жарқын. Осынау қараша қос маңайында қарсы алып жатты бір жан келген халқын. Не бір ән жерде қалқып көк көрлеген, бүгіннің мұңын шағып өткенменен, білгенге осы емес пе өз халқының көкірек көзін ашып кеткен деген. Сол кезде шектеулі ағаш күйме жақындап келе жатты қара шүйге. Осы еді күлән көпес Столетов, аңдатпай сұмдығында пәлесінде, жыландай жымын жауып жылжи келіп, мойныңа оралат шынжыр болып. Білетін қазақтардың ара жігін, кететін ажыратсаң құн жын болып. Талай жыл қояндыда осы әдіспен, жан алған ылғи қанды қасап іспен. Даланың қанын сору айламалын, үйреніп туғандай-ақ осақ іштен, сұмдықта, сайқалдықта сияды оған, зымиян ал өзінше зиялы адам. Дүниеге атақ баққа арын сату, қанына жөргегінде-ақ ұялаған. Білген ол бір жан тегін әншемесін, көргісі келген сосын әуселесін. Жетеді бұл қазақты әулік әнші, алатын әлеулеймен елдің есін. Ал мынау, ал мынаның даңқы бөлек, сипайды маңдайынан халқы дерек. Халқына бұлдайтады қатты-қатты, түспеген тентек халық талқыға көп. Бұл халық тезге көнбес сөзге көнер, ісі ұсақ ірілікті көздеген ел. Алауыз алтыбақан ал сонда да ұйытқы ұйымынан безбеген ел. Ақынның айтқанынан аспаған ел, айланың құрығынан қашпаған ел.
ақынын төбесіне тік көтеріп, әкімін ақынымен жасқаған ел. Әнекей, соған мысал Көлбай Жанбай, намыстан әзер қалдау жанбай, бір жанға бір қолғасын өткізе алмай, алдында дүйім жұрттың қор болғандай. Осыны сезе сала Столетов мерейін асырмаққа үстем етіп, келеді Біржан менен танысуға, ішмерез айламалы ішке бекіп. О Біржан, мырза Біржан, сіз бе Біржан? Өнерге өлі ғашық бізде Біржан. Тәнтедім атыңызға сыртыңыздан, талантсыз туа салған сіз не қылған? Таң қалам атыңызды естіп сырттан, сомалтын кездескенде ескі жұрттан. Сумаңдап күлік көпес күлән мінез, табанда талай рет қас құбылтқан. Рахмет өнер сүйген қалпыңызға, бір дәстүр қанға сіңген халқымызда. Қазақтың туы да өліміден, ән біздің сертімізде, антымызда. Дәм берер шаршағанда, шалдыққанда, әншіні сыйлай делі сондықтан да. Халықтың жүрегіне бұл қасиет, адалдық, ар ісі боп орныққанда. Халқының мұңын мұңдап қарсы тұрар әншісі, қорлықтарға, зорлықтарға, халқынан айырылмас сүйік тәнін, иесін ажал алып жер жұтқанда. О тақсыр төрлетіңіз, деді Біржан, өнерді жасардағы көзсіздікпен. Өнерді сүй алуда ерлік бар ма? Деді. Деп қалды көпес сонда. Тап болған жоқ екенмін топас жанға. Көкжалдай көзсіз бунтар осы шығар, жүздесіп жаңа ғана бет ашқанда. Жүзің бар, бетің бар деп қарайламай, мынауың сөйлейді өзі қалай. Жүзіндей сұраның қылпып тұр ғой, ұстасаң қиып түсер абайламай. Сезді ол ішкесептен жаңылғанын, бекерге қарашүйге сабылғанын, айламен алып түсіп наркескеннің шапқан көрмегеді шабылғанын. Қолында ойлап еді ойнатпақты, ол үшін айламал да ойлап тапты. Сондықтан қол қосырып Көлбай Жанбай, үй тігіп жағдай жасап бәйек қақты. Көзіне ілмегенін сездірмеуі Біржанның әдеті еді бәз күндегі. Қылғынып Көлбай Жанбай қарашүйге қарайды құртыменен көздің жегі. Мұндайда алып түсер жалғыз айла, сынаптай бой балықтар сөздің жөні. Сол оймен күлән көпес шабуылға шыққанын тірі жанға сездірмеді. О шіркін, Біржан менен тамыр болса, түсетін алақанға салым қанша. Бір әні бір отар ғой үйір жылғы, тағда зеңгі баба табын қанша. Ұстаса уысында Біржан салды, қайырып қажетіне қырдан малды. Бұл қазақ өзек жарды шындықтайтса, өлімге бас тігерін енді аңғарды. Ол үшін Біржандай от қолды ойнаса, өртесең сол отпенен қан қайнаса, сол оттың әміршісі өзің болып, өшірсең өлдім ғой деп ойбайласа. О солай шіркін жолың болса, қазақтың даласында алым қанша. Өзінің құзғынымен көзін шұқып, өзінің бұлбұлымен жанды уласа. Діттеген арман осы арамзаның, асырған арам ниет заман заңын. Біржанды ол бір-ақ сәтте тани қойды, халық үшін көзсіз ессіз жаралғанын. Таныды да тына қалды, саптынды сынық мінез сынап әлгі. Біржан да бала емес қой танымайтын, сұрқия сырдаң мінез сұм адамды. Сіз Біржан талантсыз, онда не бар? Құр бекер шашып жүрсіз. Шашылса аспан құшпас жерде қалар. Сіз сонда нарқыңызды білесіз бе? Нарқымды халқым білер, ел бағалар. Қырсық қой, қияңқы қой, мынауың көрдің бе қияс ой бұрауын? Халықшыл бұнтарынан Ресейдің аузынан түскендей боп айнымауын. Түспесін құрығына сезіп бірден, көзінде жанған оттан сезіктенген. Бірер ән тыңдаған боп түсінген боп, содан соң күлән көпес безіп берген. Сол түні ол Орынборға хат айдаған, арқада әнші бар деп ат ойлаған. Ниеті патша ағзамға теріс қақпай, халықшыл бұқаршыл жат ойладам.
халықты әніменен арбайды екен, надан ел соңын ерсе қалмайды екен, түрі бар жүректерін жұлып берер, түбі оны назар қалмай болмайды екен. Осылай Орынборға қарау хабар жөнелді, жаңалығы бар ойланар, бұрын тек алым берім мал туралы, немесе жөн туралы қанар-қанар, құлпырып жететұғын қызыл өсек, ел ішін оттай үрлеп қаузап көсеп, бұл жолы әнші жайлы кетті хабар, бұл елде бекер екен жау жоқ десек. Сонда кім? Мынау әнші іріткемей, әр сөзі бұйда бұзар бүлік көмей, заманмен жағаласып сөйлейді екен, алдымда патша демей, ұлық демей, қайткенде болмас мұның болмай аузын, тіл деген бірде тәтті бірде жазым, осында емеурінді еппен айтып, жөнелтті ол Орынборға тіл қағазын. Сал бір жан, ақын бір жан, әнші бір жан, халқының жаралғандай жан сырынан, сондықтан өсек ғайбат өтпейді де, теймейді көтергенмен қамшы бұған, сондықтан заманынан биік бір жан, халықсыз тосап судай тұйық бір жан, заманының қоңырауындай кеудесі бар, зар мұңы сол заманның ұйып тұнған, сондықтан ортасынан озық бір жан, ел мұңын ет жүрекке жазып туған, сол мұңын шырқап салған сазық тұрған, сондықтан қаймығады көлбай жанбай, сондықтан күлән көпес безіп тұрған. Бір жан ер, бір жан көзсіз, бір жан нәзік, аз емес, алдынан ор жүрген қазып, замана сауалы ғой бір жан әні, сұраған кімнен кінә, кімнен жазық. Қайдеді ол күлән көпес көлгірлігін, айырған көлбай жанбай елдің жігін, қайтеді ол қояндының жәрменкесін, қоспаса орта қоймен еркіндігін. Қайтеді ол дүние жиһаз мал мүлікті, онсыз да бір жан болды мықты, бір жанның қас қабағын бақты халқы, бір жанның айтарын ел болды күпті. Базары жәрменкенің әнге айналып, жан жақтан бір жан діздеп жаудай халық, атағын қояндының осы күзді әкетті бір жан әні шалғай қалып. Сал бір жан сауық құрып 10 күн 10 түн, босатып ділгірліктен елдің еркін, базарың құтты болсын ардақ делім, деп шырқап халқын жинап жол жүрергін. Қол бұлғап, көзін шылап кете барған, кеудеде өкінішпен жетеді арман, аттанып бара жатты ол қояндыдан, бүлікшіл бунтар деген атақ алған.